Сіз Бұлбұл студиясы жасаған Қазақ протест тарихы подкастын тыңдаудасыз. Бұл подкаст Қазақ хандығы құрылғаннан бастап 2022 жылға дейінгі наразылық тарихын баяндайды. Біз подкастта наразылықты Қазақстандағы саяси және әлеуметтік жест ретінде қарастырамыз. Атаудағы қазақ сөзі тек бір этникалық топпен шектелмейді. Бұл жерде қазақ сөзі ел тарихының бір бөлігі екенін білдіреді. Бұл подкаст тек ақпараттық мақсаттарға арналған. Барлық тарихи деректер мен пікірлер ашық дереккөздерден алынған және авторлардың жеке зерттеулеріне негізделген. Подкаст этносаралық немесе басқа да алауыздықты жандандыру мақсатын көздемейді және де қақтығыстарға шақырмайды. Барлық ақпарат білім беру мақсатында және тарихи оқиғаларды түсіну үшін беріледі. Кеңестік Қазақстандағы наразылықтар КСРО-ның бейбіт жиналыстар мен шерулерге қатысты заңнамалық негізі. Мәтінді оқыған Жанна Қапасова. КСРО өмір сүрген 70 жылға жуық уақыт ішінде бұл мемлекетте 1924 жылы, 1936 жылы және 1977 жылы 3 конституция қабылданды. Тұңғыш конституциясында КСРО-ның құрылуының түпкілікті заңдық рәсімделуіне баса назар аударылды. 1924 жылғы құжатта азаматтардың құқықтары мен міндеттері, сайлау құқығы және мемлекет пен қоғам өміріндегі басқа да маңызды құбылыстар туралы тараулар болған жоқ. Аталған мәселелерді республикалық конституциялар реттеді. КСРО-ның 1936 жылғы конституциясында азаматтардың негізгі құқықтары мен міндеттері деген тарау пайда болды. Тараудың 125 бабында КСРО азаматтарына жиналыстар мен митингтерге, көше шерулері мен наразылықтарға шығу бостандығына заңмен кепілдік берілетіні жазылған. Бұл құқықтық баптардың кіріспесінде еңбекшілердің мүддесі мен социалистік жүйені нығайту үшін деген ескертпенің бар екенін ескерген абзал. Яғни жиналыс, шеру, митинг немесе наразылық социалистік жүйені нығайту мақсатына сәйкес келмесе, бейбіт шеруге шығуға құқығыңыз жоқ. Негізгі заңның 1977 жылғы нұсқасында да дәл осы тұжырымдама сақталған. Кез келген республика сияқты КСРО құрамында болған Қазақстанның да өз конституциясы болды. Алайда оның жалпы кеңестік конституциядан идеологиялық айырмашылығы жоқ еді. Аталған конституцияда да азаматтардың сөз, баспасөз, жиналыстар, митингілер, көше шерулері мен наразылыққа шығу бостандығы құқығын қаузайтын бап бар. Дегенмен, тыйымға қарамастан наразылық Қазақстанда да болды. Әдеттегідей, егер пікірді бейбіт жолмен жеткізу мүмкін болмаса, шиеленіс шарықтау шегіне жетіп, арнасынан асқан қиын сәтте наразылықтар мен митингілер жаппай сипат алып, тараптар арасындағы қақтығыстарға әкеліп соқты. Ақыр соңында режим тарапынан аяусыз басып жаншылды. Сондай-ақ азаматтар мен мемлекет арасындағы қақтығыстар, кез келген әлеуметтік, әсіресе күш қолданылған қақтығыстар сынды жабық тақырыпқа айналды. Олар толығымен мемлекетке мойын бұратын бұқаралық ақпарат құралдарында да, академиялық ортада да, басқа бұқаралық ортада да айтылмады. Қоғам мен ел өміріне қатысты балама пікірлердің болмауын коммунист идеологтар бәрінің көңілі толатын ынтымақ бірлігі жарасқан кеңес қоғамы деп көрсетуге тырысты. КСРО-да наразылықтар қандай болды? Қысқаша айтсақ, әртүрлі. Бұл эпизодта біз саяси тұтқындардың лагерь режимінің қатыгездігіне қарсылығын, тың жерлерді игерудегі қақтығыстар, сондай-ақ 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы кезіндегі азаматтық наразылықты қарастырамыз. 1954 жылғы Кеңгір көтерілісі. Степной лагері немесе қысқаша айтқанда Степлаг Қарағанды облысында орналасқан. Ол ұршықтай үйірілген ГУЛАГ лагер жүйесінің бір тізбегі еді. Степлаг 75 км радиуста орналасқан 6 лагер бөлімшесінен тұрды. Әрбір лагер бөлімшесінде әртүрлі жұмыс жасалынды. Мыс өндіріп өңдеуден бастап құрылыс және ауыл шаруашылығы жұмыстарына дейін. Лагер әкімшілігі Кеңгір ауылында орналасты.
1954 жылы үлкен көтеріліс болған 3-ші бөлімшеде осы ауылда орналасқан. 1954 жылы 10 маусымда Стиплакта 20.698 тұтқын болды. Олардың 16.677-сі ерлер, 4.021-і әйелдер. Стиплакта жазасын өтеп жатқан тұтқындардың негізгі контингенті саяси тұтқындар еді. Яғни, олар отанға опасыздық жасау, тыңшылықпен айналысу, кеңес үкіметіне қарсы әрекеттерге қатысу сияқты баптар бойынша сотталған. Бұл арнайы лагерде украиндар көп еді. Олар 46,3% немесе 9596 адамды құрады. Екінші үлкен топ Балтық жағалау елдерінен келген тұтқындар. Олар 22,4% немесе 4637 адам еді. Жалпы алғанда тұтқындардың этникалық құрамы сан алуан. Лагерде қазақтар, белорустар, орыстар, поляктар, немістер, армяндар, татарлар, шешендер және басқа ұлт өкілдері, сондай-ақ шетел азаматтары болды. Түрме сақшыларына қарсы ірі ереуіл ұйымдастырған 3-ші лагерь бөлімшесі демографиялық және әлеуметтік құрамы жағынан ұзақ мерзімге сотталған жас ұлтшылдардан тұрды. Бұл Украина ұлтшылдары ұйымның мүшелері Польша, Литва және басқа да Балтық жағалау елдерінің партизандары, Қызыл армияның бұрынғы сарбаздары мен офицерлері. Оқиға өрбіген тұста олардың басым көбі 10 жылдан астам уақыт бойы қоғамнан оқшауланып, рақымшылықтан үмітін үзген еді. Олар 1953 жылы Сталин қайтыс болғаннан кейін тұтқындарға жасалған жаппай рақымшылықтан соң осындай шешімге келген. КСРО жоғарғы кеңесі президиумының 1953 жылғы 27 наурыздағы жарлығына сәйкес ұсақ қылмыс жасаған үшін сотталған 1.300.000-ға жуық тұтқын босатылды. Аталған қылмыстар қатарында тонау, ұрлық, бұзақылық бар. Саяси тұтқындарға келетін болсақ, рақымшылық оларға іс жүзінде әсер еткен жоқ. 1953 жылы 5 жылға дейін қысқа мерзімге бас бостандығынан айырылғандар босатылды. Мұндай саяси тұтқындардың саны өте аз еді. Рақымшылық тұтас лагерь жүйесінде күшті өзгерістер тудыруға түрткі болды. Бір жағынан ГУЛАГтан көптеген еңбекке жарамды лагерь контингенті босатылды. Екінші жағынан жұмыс күші тапшылығы пайда болды. Лагерлерде ұзақ мерзімге сотталған наразы және бүлікшіл адамдар шоғыры күрт өсті. Олардың қатарында саяси тұтқындар, әсіресе аса қауіпті қылмыскерлер және рецидивистер бар еді. Жаппай жұмыстан қысқарту салдарынан лагерь әкімшілігінің рухы құлады. Мұның бәрі мәжбүрлі еңбекпен түзеу лагерлеріндегі тәртіп деңгейінің төмендеуіне әкелді. Стиплактың кеңгір бөлімшесінің құрамы көтерілістің өрбуінің негізгі факторына айналды. Көтерілісті ұйымдастырып, оны жалғастыру үшін қарсылық білдіру тәжірибесі қажет болды. Мысалы, көптеген литвалық тұтқынның бұл мәселеде тәжірибесі мол еді. Олар антисоветтік әрекеттерді ұйымдастырғаны немесе оған қатысқаны үшін, яғни кеңес үкіметіне қарсы партизандық күрес жүргізгені үшін лагерге тоғытылды. Сондай-ақ прокуратураның ресми қорытындысында украиндар тәртіпсіздіктердің нағыз көшбасшылары деп жазылған. 1952 жылдан бастап Стиплак басшылығы Украин және Балтық ұлтшылдарын басқа тұтқындардан оқшаулау қажеттігін жоғары басшылыққа хабарлады. Бірақ мәселені анықтап айтқаннан бұрын оны жүзеге асыру қиынға тиді. Себебі тұтқындар көп еді, ал оларды қайта бөлуге орын аз болды. 1953 жылы Стиплак басшылығы Мәскеуге мекемедегі жағдай туралы баяндап отырды. Тұтқындардың режимді бұзуы, астыртын ұйымдардың пайда болуы, саяси айыппен сотталған тұтқындардың көптігі және де басқа да факторлар лагердің бақылаудан шығып бара жатқанын көрсетті. Көтерілістің болуына әкімшілік өзі де түрткі болды. 1953 жылы Сталин қайтыс болғаннан кейін көптеген тұтқын еңбек лагерлеріндегі жағдай жеңілдейді деп үміттенді. Алайда жағдай жақсара қойған жоқ. Қала берді Стиплактың кеңгір бөлімшесінде 1953 жылы Берия тұтқынға алынғаннан кейін ішкі істер министрінің нұсқауы да бұзылған. Атап айтқанда, онда тұтқындармен қарым-қатынаста адамдық қадір-қасиетті төмендететін дөрекілік пен арсыздыққа жол берілмеуі керек деп жазылған. Тірі қалған куәгерлер де Мәскеуден ереуілшілер лагеріне келген комиссияның қорытынды есептерінде де кеңгірдегі сақшылардың қатыгездігі туралы айтылады. Тұтқындарға жасалған әділетсіз қарым-қатынас абақтыдағы ынтымақты нығайта түсті. Саяси тұтқындардың рухын сындырып, лагерь контингентін дүрбелең ету үшін Стиплак әкімшілігі қылмыс жасаған үшін сотталған тұтқындарды кеңгір бөлімшесіне орналастырды. Алайда күткен нәтиже болмады. Оның үстіне қылмыскерлер саяси тұтқындармен байланыс орнатып, көтеріліске белсенді қатысты.
Атап айтқанда 17 мамырға қараған түні 3 лагерь бөлімінің барлық пунктін біріктіру мақсатымен олар әйелдер отырған аймақ пен шаруашылық ауласына ұрын кіріп, алғашқы дүрбелеңді бастады. Лагерде 58 бап бойынша, яғни контрреволюциялық әрекет үшін сотталғандар қылмыстық ортадан шыққандар арасында беделге ие болды. Уақыт өте келе бұл тұтқындар арасында тәртіптің күшеюіне, атап айтқанда еңбек лагерлеріндегі әйелдердің жағдайының жақсаруына әкелді. Саяси тұтқындар неғұрлым ұйымдасқан болса, соғұрлым олар әкімшілік пен қылмыс ортасына дәйекті түрде қарсы тұрып, сәйкесінше әйелдерге деген құрметте жоғары болды деп жазады ГУЛАГ зерттеуші және тарихшы Марта Кравери. ГУЛАГ әкімшілігінің астыртын ұйымдармен күресуде қолданған тағы бір тәсілінің бірі бұл сотталғандарды бір лагерден екінші лагерге көшіру еді. Осылайша әкімшілік бұл тәсіл байланыстарды үзіп, астыртын ұйымдардың жеке мәжбүрлі еңбек лагерінде орнығуына кедергі келтіреді деп үміттенді. Алғашында биліктің қасақана ойы жүзеге асты. Алайда уақыт өте бұл тұрақты түрде орын ауыстырып отыру жүйеге қарсы жұмыс істей бастады. Себебі орын ауыстырудың арқасында тұтқындар білім мен тәжірибе алмасып, жаңа таныстар таба бастады. Осы себепті ГУЛАГ ішіндегі қарсылық аса ұйымдасқан және күштірек болды. Мысалы, Стиплактың кеңгір бөлімшесінің тұтқындары басқа лагерлердегі астыртын ұйымдарға қатысуының нәтижесінде Қарағанды облысына табан тіреді. 3 лагер бөлімшесіндегі қоршау бұзылған алғашқы тәртіпсіздікті Стиплак басқармасы аяусыз басып тастады. Тұтқындар арасында 13 адам қаза тапты, 43 адам жарақат алды. Лагер қызметкерлерінен 10 адам жарақат алды. Қарағанды облысы Ішкі істер министрлігі басқармасының басшысы полковник Коновалов атысты тоқтату және тұтқындар тұратын аумақтан пулеметтарды шығару туралы бұйрық берді. Бұл 3 лагер бөлімшесінің іс жүзінде бас көтерген тұтқындардың қолында қалуына түрткі болды. Атап өтерлігі, бұл 2 ерлер және 1 әйелдерге арналған барақтар, лагерді қамтитын пункт, азық-түлік қоймалары, керек жарақтар, наубайхана және механикалық шеберханасы бар шаруашылық ауласының ортақ алаңы. Көтерілісшілердің жоғары деңгейдегі ұйымшылдығы, қажетті азық-түлікпен, киім-кешекпен қамтамасыз етілуі, тіпті шеберханада қару-жарақ жасай алуы кеңгір көтерілісін 42 күнге созуға мүмкіндік берді. 17 мамырдағы оқиғалардан кейін лагерге Мәскеуден комиссия келіп, көтерілісті зерттеп, тұтқындардың өлімі үшін Стиплак әкімшілігіне жауапкершілік деңгейін белгілеу керек еді. Әкімшілік тұтқындармен келіссөз үстеліне отыруға мәжбүр болды. Ереуілшілер армияның бұрынғы подполковнигі капитан Кузнецов басқаратын комиссия құрды. Комиссия құрамында барлығы 6 адам, 3 лагер пунктінен әрқайсысы 2 адам болды. Тұтқындар 25 жылға сотталғандардың бәрінің жазасын қысқартуды, контрреволюциялық қылмыстар үшін сотталғандардың істерін қарауды тездетуді, тұтқындарға 8 сағаттық жұмыс күн белгілеуді, тұтқындарға ерікті жұмысшылармен тең деңгейде жалақы төлеуді, тұтқын ерлер мен әйелдердің емін-еркін араласуына мүмкіндік беруді, жазаны өтегеннен кейін қуғын-сүргінді тоқтатуды талап етті. Тұтқындармен келіссөздер жүргізу үшін лагерге орталық комитет президиумының мүшесін немесе Кеңес одағы коммунистік партиясы орталық комитеті хатшыларының бірін, яғни көбірек сенім ұялататын саяси қайраткерді шақыруды талап етті. Тұтқындардың өміріне қатысты басқа да талаптар болды. Ол қатарда түнде барақтарды құлыптамау, абақты терезесіндегі ас үй мен санитарлық бөлмелердің терезелеріндегі торларды алып тастау, тергеу изоляторын жою, мыс өндірудің күрделілігін ескере отырып, өндіріс нормаларын қайта қарастыру, 8 сағаттық демалысқа кепілдік беру талаптары бар. Тұтқындар сондай-ақ әйелдер бөлімінде гигиена бөлмесін жабдықтауды талап етті. Мәскеу комиссиясы 2 жақты ұстанымды ұстанды. Бір жағынан олар бітімгерлікке ұмтылды. Бәрінің жақсартатынына уәде беріп, радиодан берілетін үндеулерге тұтқындарға товарищи деп үн қатты. Олар жұмысқа шықса бәрінің аман қалатынын айтып сөз берді. Екінші жағынан олар көтеріліс басшылары мен негізгі контингент арасында алауыздық тудыруға тырысты. Кейін ең белсенді қатысушыларды қатаң жазалау үшін әкімшілік тізімін дайындады. Лагер әкімшілігі мен Мәскеу комиссиясының жасаған қадамына қарамастан 3 лагер бөлімшесінің тұтқындары партияның орталық комитеті президиумының немесе хатшылығының мүшесімен келіссөздер жүргізуді талап етуін тоқтатпады. Маусымның 25-нен 26-на қараған түні ішкі істер министрі Сергей Кругловтың, бас прокурор Роман Руденконың және мемлекеттік қауіпсіздік комитеті төрағасы Иван Серовтың бұйрығымен кеңгір көтерілісін басу операциясын бастады.
Операцияға 5 Т-34 танкісі, 1600 адам, 98 үйретілген ит, 3 өрт сөндіру машинасы жұмылдырылды. Бұл лагердегі толқуды басу үшін танк қолданған алғашқы оқиға еді. Шабуыл кезінде тұтқындарға қарсылық көрсетпеу және операция аяқталғанша барақта қалу туралы нұсқаулар радио арқылы берілді. Алайда 3-ші лагерь бөлімшесінің тұтқындарының басым көбі тегеурінді қарсылық көрсетті. 2 сағаттан астам уақыттан кейін шабуыл аяқталды. Салдарынан 37 адам қаза тауып, 61 адам жарақат алды. Кейін олардың 9-ы ауруханада көз жұмды. Әскерлердің ішінде 40 сарбаз зақымданып, жарақат алды. Оқиғаға қатысушылардың айғақтарына сәйкес, жүздеген тұтқын қаза тапқан. Комиссия 436 адамды қамауға алды. Олардың 36-сы Кеңгір көтерілісі ісіне қатысушы болып танылды. Қалғандары түрмеге жабылды. Көтерілісті қолдаған 1000 тұтқын Колыма және Озерный лагеріне ауыстырылды. Көтерілісшілер комиссиясының 6 мүшесі өлім жазасына кесілді. Тек капитан Кузнецов өлім жазасына кесілгеніне қарамастан өлім жазасынан құтылды. Оны құнды айғақтар келтіру құтқарып қалды. Кузнецовтың жазасы 25 жылға мәжбүрлі еңбекпен түзеу лагеріне ауыстырылды. Кузнецов Карлаққа ауыстырылып 1960 жылы ГУЛАГ таратылған кезде босатылды. Бүлікпен көтерілісті тергеген КСРО прокуратурасы тіркеген заң бұзушылықтардың қатарында азаптаулар мен мазақ ету, күзетшілердің заңсыз қару қолдануы, әкімшіліктің тұтқындардың жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмау фактілері тіркелген. 50-ші жылдардағы Кеңгір және басқа лагерлерде болған көтерілістер тұтқындардың азаматтық құқықтары үшін күресінің жарқын үлгісі болды. 1950 жылдарға қарай ГУЛАГ жүйесі барған сайын сәтсіздікке ұшырады. Кеңгір көтерілісі жеңіліске ұшыраса да, еңбекпен түзеу лагерлері жүйесінің күйреуінде маңызды рөл атқарды. Бір 1959 жылы Теміртаудағы жаппай толқулар. 1953 жылғы рақымшылықтан кейін лагердегі тұтқындардың саны 2 есе қысқарып, Кеңес одағының мега жобалары үшін арзан жұмыс күшінің айтарлықтай төмендеуіне әкелді. Сонымен қатар рақымшылықтан кейін түрме мен лагерь тәжірибесін бастан өткерген миллионнан астам адам бостандыққа шықты. Қоғамда олар бөтен саналды. Бұрынғы мәжбүрлі еңбекпен түзеу лагерлерінің тұтқындары өмірлерін жаңа парақтан бастауға тырысса да, оған үнемі қол жеткізе бермеді. Әсіресе жерді игеру белсенді болған Қазақстан мен Сібірдегі мәжбүрлі еңбекпен түзеу лагерлеріндегі бүліктер мен ереуілдер жағдайдың жақсаруына түрткі бола алмады. 50-ші жылдардың соңына қарай ГУЛАГ тұтқындарының мәжбүрлі еңбегіне арқа сүйеген КСРО экономикасы құлдырау құзына құлағаны белгілі болды. Сонымен, КСРО мега жобаларына арзан жұмыс күшін жеткізудің бұрынғы схемасы енді жұмыс істемеді. Алайда өнеркәсіптік мақсатта жерді игеру қарқыны оның бәсеңдеуіне мүмкіндік бермеді. Сондай-ақ елде нанға қажеттілік артып, бұл басшылықты тың жерлерді жедел игеруді қолға алуға мәжбүр етті. Осынау ауқымды жобалардың бәріне елдің түкпір-түкпірінен жас және іскер адамдар тартылды. Отбасы бар немесе отбасын құрмаған 100 мыңдаған адам биік мақсаттар мен жаңа келешекке бет алды. Жұмысқа бел шеше кіріскен жастарға арналған кеңес дәуірінің өршіл жобаларының кейпі бәрі ойлағандай болған жоқ. Шатырдан құралған қалашықтардағы көңіл көншітпес тұрмыс, азық-түлікпен қамтамасыз етудегі кідірістер, жергілікті жауапты органдардың енжарлығы және одан кейінгі салғырттық, осының барлығы жастардың шабытын жойды. Тың аудандар мен ірі құрылыс нысандарының аудандары бірте-бірте әлеуметтік шиеленіс көзіне айналды. Тарихшы Владимир Козлов 50-ші жылдардың екінші жартысы мен 60-ші жылдардың басындағы КСРО-дағы лагерлерде болған бүлік пен жаппай ереуілдер арасында байланыс бар деп санайды. Негізінен ер адамдардың тұратын топтарға ірткі салған қиын жағдайдан бөлек, адамдардың өздерінің әдеттегі қауымдастығынан алшақ жатқан жаңа жағдайға бейімделу де қақтығыстарға итермеледі. Аталған жерлерде тұрақсыз, ұжымдық байланыстары әлсіз басқа қауымдастықтар қалыптаса бастады. Екінші дүниежүзілік соғыста КСРО 30 миллион адамнан айырылды. Миллиондаған жетім балалар мен мыңдаған мүгедек ардагерлер мемлекет қамқорлығында болды. Соғыс қарсаңында қоғам үлкен террор мен жаппай қуғын-сүргін, ашаршылық жылдарын, тіпті оған дейін азамат соғысын бастан өткерді. 20 ғасырдың 60 жылдарына қарай КСРО ондаған жылдар бойы әлеуметтік, демографиялық және экономикалық дағдарыстардан зардап шеккен ел болды. Миллиондаған кеңес азаматтары осындай жағдайда өмір сүрді.
Тарихшы Козлов бұл жағдайларда адамдардың ауқымды бөлігінің кімдік дағдарысын бастан өткергенін, дәстүрлі тұрмыс пен болмыстың тұрақты шеңберінен оп-оңай шығып кеткенін атап өтеді. Олардың бәрі әлеуметтік тұрғыда бақыттан адасқандай күй кешті. Бұл қоғамдағы жат мінез құлыққа жол берді. Козлов тың жерлердегі және ірі құрылыс алаңдары орналасқан аймақтардағы қақтығыстардың екі бетбұрысын анықтайды. Бұл жергілікті тұрғындар мен сырттан келгендер және жаңа құрылыс топтары арасындағы қақтығыстар. Бүгінде 1959 жылғы Теміртаудағы жаппай бүлікке қатысқандардың демографиясы туралы толыққанды зерттеулер жоқ. Бұл тарихшылар егжей-тегжейлі зерттеуге тиіс тақырыптың бірі. Сондықтан бүгінгі эпизодта қатысушыларды осы оқиғаға итермелеген түрткілерді талдамаймыз. 1959 жылы оған дейін ұзақ уақыт бойы бүкіл одақтық екпінді құрылыс қарқынды жүріп жатқан Теміртауда жаппай тәртіпсіздік орын алды. Бұл өз кезегінде құқық қорғау органдарымен қақтығысқа және адамдардың өліміне әкелді. Теміртаудағы оқиғалар 1950 жылдары бүкіл кеңес одағындағы жаңа құрылыста жаппай тұтанған бүліктермен тамырлас. Десе де, Теміртаудағы ереуілді басқалардан ерекшелейтін маңызды тұсы болды. Бұл бүлікте жергілікті билік тікелей агрессия нысанына айналды. Ал зорлық-зомбылық әрекеттеріне жекелеген жанжал тудырушы топ емес, жұмысшылар ауылының тұрғындары тартылды. Көктемнің соңы, жаздың басында Қарағанды металлургиялық комбинатының құрылысына КСРО-ның түкпір-түкпірінен 17 мен 20 жас аралығындағы жастар ағыла бастады. Құрылыс басшылығы мұншама адамды қабылдауға дайын емес еді. 2000 адамды брезент шатырға орналастырды. Жаңбырлы күндері шатырлардың басым көбіне су кіріп кететін. Шатырлы қалашықта қарапайым тұрмыстық заттар жетіспейтін. Ауыз судың да, жуынуға арналған судың да тапшылығы сезілді. Азық-түлік, газет жеткізу, тіпті жұмыс процесін ұйымдастыру да қиындық тудырды. Жергілікті билік арызданушыларды тіпті кеңселеріне де кіргізбеді. Кері байланыстың болмауы жұмысшыларды оң өзгерістерге қол жеткізудің жалғыз заңды мүмкіндігінен айырды. Бұдан бөлек басшылық тарапынан ұрлық, қаржыны қолды ету фактілері де болған. Бүлік қарсаңында шатырлы қалашықта 100 және 200 адам қатысқан екі үлкен төбелес болды. 1 тамыз күні кешке жұмыстан қайтып келген бірінші шатырлы қалашықтың жұмысшылары жуынуға, ішуге су таппай зар болады. Бұл алғаш болып отырған жағдай емес. Түнде бүлік басталады. Әбден ашуға мінген жұмысшылар автоцистернаның құлпын бұзып, одан квас іше бастайды. Бірте-бірте басқа жұмысшылар қосылып, шиеленіс пен жанжал басталып, оның соңы төбелеске ұласады. Өз алдына бөлек шыққан топ бытырап кетіп, кейбіреулері ұсақ бұзақылықпен айналысты. Басқалары қылмыс ізін жасыру үшін асхананы өртеп жіберуді ұсынды. Сағат 3 шамасында оқиға орнына милицияның қосымша күші келіп, жиналғандарды тарата бастады. Әлеуметтік кек алуды қанағат тұтқан адамдар оқиға орнынан іздерін суытты. Оқиға орнында 2 жігіт ұсталды, десе де тергеу барысында оларды кінәлі деп таныған жоқ. Алайда қамауға алу фактісі түнгі бүлікке қатысушылардың наразылығын тудырды. Ынтымақтастық белгісі ретінде олар ұсталғандарды босатуға тырысты. Бұл ретте тәртіпсіздікке қатысушылардың арасында наразылық білдірушілердің белсенді ошағы қалыптасты. 2 тамызда адамдар милиция бөлімшесіне қарай бет алды. Ал кейбіреулері галантерея дөңгіршегін тонап кеткен. Қалалық милиция ғимаратының бөлімшесінде күзет жоқ еді, ал милициялардың басым көбі асхана маңында шоғырланған. Милиция бөлімшесінде наразылар кезекші милицияның ГАЗ-69 көлігін аударып, сындырып, қалалық бөлімшенің ғимаратына тас пен таяқ лақтырған. Артынша наразылар қалалық бөлімшенің ғимаратына кіріп, кезекші бөлмедегі телефон сымдарын үзіп, жазу машинкасын сындырған. Бүлікке қатысушылар мен милиция арасындағы қақтығыс 3 тамызға дейін әртүрлі екпінде жалғасын тапты. 3 тамызда 25 мыңға жуық жұмысшы жұмысқа шықпады. Теміртау әмбебап дүкені тоңау көтерілістің шырқау шегі болды. Бұл уақытқа дейін ұсталғандар әлі босатылмаған еді. Сондықтан әмбебап дүкенге шабуыл жасау туралы ұсыныс бір ауыздан болған жоқ. Біреулер ұсталғандарды тез арада босату үшін милицияға шабуыл жасамақ болған. Басқалары шатырларға оралып, сонда күтуді ұсынған. Өйткені милиция тұтқындарды түн ортасына дейін жеткізуге уәде берді және соны орындады. Тамыздың 2-сінен 3-не қараған түні қалың топ трест ғимаратын қоршап, қиратып, кейін әмбебап дүкенге басып кірді. Әмбебап дүкеннің ғимаратын сарбаздар босатуға тырысқан сәтте ұрыс басталды.
Әскерилер оқ жаудырды. Шабуылға қатысушылардың бірі МАЗ жүк көлігін гараждан алып шығып, сап түзеген сарбаздарды бұзып өтпек болған. Ақырында ол өлтірілді. Әмбебап дүкенге шабуыл жасағандардың кейбірі күзетшілерден тартып алған аң атуға арналған қарумен қаруланған еді. Сондай-ақ жарылғыш заттар қоймасынан 2 мылтық пен жарылғыш зат ұрланған. Сол түні Теміртау базары қирап, таңертең асхана мен көкөніс сататын дүкен өртенді. Таңғы сағат 7-лер шамасында милиция мен сарбаздар әмбебап дүкеннен шабуыл жасағандарды қуып шықты. 3 тамызда сарбаздар әмбебап дүкенді наразылардан азат етті. Келесі сағаттарда тәртіпсіздікті жалғастыру үшін басқа әрекеттер жасалды. Бірақ кешке қарай Теміртауда тәртіп орнады. Теміртаудағы тәртіпсіздіктер кезінде бүлікке қатысушы 11 адам қаза тауып, 27-ден 32 адамға дейін жарақат алды. Олардың 5-еуі алған жарақаттарынан кейін көз жұмды. Ал әскер мен милициядан 109 сарбаз бен офицер жарақаттанған, 38-сі атыс қаруынан жарақат алды. Бүлікті басу кезінде 174-тен 190 адамға дейін ұсталды. Ұсталған 42 адамға қатысты қылмыстық іс қозғалып, қамауға алынды. Қалғандары бірнеше күннің ішінде босатылды. Теміртау оқиғасынан кейін жауапты ведомстволар апатты құрылыс аудандарындағы қалыптасқан жағдайға назар салды. Азық-түлікпен қамтамасыз етуді жақсартты. Оқу-ағарту жұмыстарын бастады. Жұмысшылар мен құрылысшылардың бос уақытын ұйымдастырды. Бұдан бөлек Қарағандыда милицияның жеке құрамы кеңейтілді. Еңбек жолын Теміртауда металлург болып бастаған Нұрсұлтан Назарбаев 1991 жылы жазған естелігінде 1960 жылы Теміртаудағы азық-түлік дүкендерінде кенеттен қара және қызыл уылдырық, ақсерке балығы, қойытылған сүт пен шарап пайда болғанын жазған еді. Сондай-ақ Назарбаев сол кездегі КОКП орталық комитетінің 2-ші хатшысы Леонид Брежневтің Теміртауда болып, жұмысшылармен кездесіп, жергілікті билік ұйымдастырған бірнеше жиындарға қатысқанын жазады. Теміртаудағы жаппай бүлік сияқты оқиғаны түсіндіру сақтық пен жан-жақты көзқарасты қажет етеді. Тарихшы Нари Шелекбаев 1959 жылдан 1989 жылға дейін Қазақстандағы билік ауысуы мен қоғамдық наразылықтарды қайта қарастыру атты мақаласында Теміртаудағы жұмысшылар көтерілісі айтулы саяси өзгерістерге бастады деп жазады. Теміртау оқиғасы 1959 жылдың қазаннан 1960 жылдың қаңтарына дейін Қазақстан мен Мәскеу партияларының пленумдарында талқыланды. Шенеуніктер қызметінен босатылып, Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы Николай Беляев қызметінен түсіп, Ставропольге жұмысқа жіберілді. Беляевтің қызметінен босатылуы Қазақ КСР министрлер кеңесінің төрағасы Дінмұхамед Қонаевтың қызметке келуіне жол ашты. Қонаев өз кезегінде қазақстандық болғандықтан бұрынғы басшылыққа қарағанда жергілікті жағдайды жақсы білетін, Брежневпен де дос болды. Қонаевтың мансабында Теміртаудың қандай рөл атқарғаны туралы тағы бір пікір бар. Тарихшы Андрей Сушков диссертациясында 1959 жылға Теміртау оқиғасын саяси мақсаттарына пайдаланғысы келген Леонид Брежнев пен Дінмұхамед Қонаевтың астыртын ойынның құралына айналды деген пікірді алға тартады. Қонаев қызмет бабында көтерілсе, Брежнев сенімді досын экономикалық маңызды аймақтың басшысы қып тағайындады. Бұл оған КСРО-ның жоғарғы басшылығындағы арам пиғылдылардың позициясын әлсіретуге мүмкіндік берді. Ал Дінмұхамед Қонаев өз естелігінде наразылықты сол кездегі Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Николай Беляевпен байланыстырды. Қонаевтың айтуынша, Беляев жаппай тәртіпсіздік туралы алған ақпаратқа мән бермеген. Бірақ бұл Теміртау оқиғасына қатысты құжаттарға қайшы келеді. 1959 жылдың 17 қазанынан кейін Теміртаудағы жаппай тәртіпсіздік ескерілмеді. Ал оқиғаға қатысты қабылданған шешімдерде Беляевтің аты да қызметі де аталмаған. Сайып келгенде Николай Беляев Қазақстан басшысы қызметінен Теміртаудағы оқиғадан кейін бірден емес, оның отставкаға кетуіне жеткілікті деңгейде дайын болған кезде, яғни 1 жылдан кейін ғана айырылды. Владимир Козлов Хрущев тұсында кеңес одағын шарпыған жаппай толқулардың бәсеңдеуін азаматтардың коммунизмнен түңілуімен байланыстырады. Яғни, енді күрестің мәні қалмаған еді. Коммунистік идеяны Брежнев дәуіріндегі жаппай конформизм, тұтынушылық және индивидуализм алмастырды. Билік бұл дабылға бірден құлақ асып, кеңестік қоғамның негізгі әлеуметтік топтарына жағымды материал тарата бастады. Әділдік пен революцияның алдамшы мұраттары үшін билікпен күресуден гөрі олармен дос болу әлдеқайда тиімдірек еді. Брежнев тұсында ұлттық республикаларда ыдырайтын жүйеге қарсы тұрудың жаңа ошақтары пайда болды.
Мұнда адам мен мемлекет арасындағы қайшылық Мәскеуге қатысты мейлінше тұрақты және әуел баста текетіреске толы ұлтшылдық идеяларға негізделді. Желтоқсан 1986 жыл. Қазақстанның жаңа тарихындағы ең қасіретті және маңызды оқиғалардың бірі желтоқсан немесе 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы. Теміртаудағы ереуіл Қонаевтың саяси өмірінің шыңға шығу түрткісіне айналса, 86 жылғы желтоқсан оқиғасы керісінше оның мансабына нүкте қойды. Қонаев кеңестік Қазақстанды басқарған 30 жылға жуық уақыт ішінде Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 8 есе өсті. 1989 жылға қарай қазақтардың саны 6,5 миллионға жетті. Салыстыру үшін айтсақ, 1959 жылы республикада қазақтардың саны 3 миллион адамға да жетпеді. Әлеуметтік экономикалық өрлеумен бірге қазақтың ұлттық сана сезімі де өсті. Мысалы, 1963 жылы Мәскеуде оқитын қазақ студенттерінен тұратын жас тұлпар бейресми жастар бірлестігінің тарихы басталды. Қазақ мәдениетіне жанашырлық танытатын жас зиялылар бірлестігінің пайда болуының өзі қуатты саяси акт еді. 1985 жылы Михаил Горбачев КОКП орталық комитетінің бас хатшысы болған кезде Қонаев 73 жаста еді. Ол еңбек жолын 40 жылдардың басында бастаған ескі гвардияның өкілі болды. Қайта құруды жариялаған Горбачев елдегі реформаларды жеделдету үшін Қонаев сияқты КОКП ардагерлерін ауыстыруға тырысты. 1986 жылы күзде Қонаевты саяси бюро отырысына шақырмағанда, ол бәрін түсініп, Горбачевке сол жылдың қарашасында отставкаға кететінін хабарлады. Оның орнына кім келетіні белгісіз еді. Қазақстанда жергілікті мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы және Қазақстан орталық комитетінің хатшысы Зақаш Камалиденов пен республиканың министрлер кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев үміткер болды. Бірақ Горбачев негізгі қызметке жергілікті шенеунікті емес, Ульяновск облыстық партия комитетінен Геннадий Колбинді таңдады. Яғни Ресейдің оңтүстігіндегі облыстың басшысын билікке қоюды көздеді. Шелекбаев бұл тағайындау Горбачев жариялаған демократияландыру Мәскеудегі және жалпы метрополиялық Бұқара үшін болғанын, ал ұлттық республикаларға басқарудың бұрынғы қағидаларын қанағат тұту керектігін көрсетті деп жазады. Яғни жергілікті экономика, саясат, мәдениет туралы терең білімнің анау айтқандай керегі болмағаны. Алайда Қонаевтың тұсында туып өскен жас буынның бұл жағдайға төзгісі жоқ. Желтоқсанның 16 күні түске қарай бүкіл Алматыда Қонаевтың отставкаға кетуі және оның орнына Қазақстанда белгісіз, бұған дейін Ресейдегі шағын облысты 3 жыл басқарған Геннадий Колбиннің тағайындалуы туралы қауесет тарады. Қонаев пен Колбинді салыстыру Колбиннің пайдасына шешілмейтіні айдан анық еді. Өйткені Қазақстан КСРО экономикасы үшін аса маңызды нысандар орналасқан аумағы жөнінен Ресейден кейінгі екінші республика болды. Бұл қауесеттер әсіресе 80 жылдарға қарай өмірдің қалай жақсарғанын сезінген қала тұрғындарын алаңдатты. Қонаевтың билігі ықпал еді, еңбегі де салмақты екені даусыз. 17 желтоқсан күні таңертең алматылықтар өздігінен жиналып, сол кезде Компартияның ғимараты орналасқан Брежнев атындағы алаңға, яғни қазіргі халық әкімдік орналасқан республика алаңына бет алды. Түске дейін алаңға мыңдаған адам жиналды. Олардың көпшілігі студенттер. Өздерің сайладыңыздар да қой. Басшы партияға ғана емес қой. Әрбірден кейін партияны ғана басқармайды ғой. Қазақ болу керек. Жиналғандар өздеріне шығып, кадрлық өзгерісті түсіндіреді деп күтті. Қонаевтың келуіне үміт етті, бірақ ол шықпады. Дінмұхамед Қонаевтың алаңға неліктен шықпағаны туралы бірнеше нұсқа бар. Кейбір дереккөздер оның шыққысы келмегенін жазса, кейбірі оған кедергі келтірген деп хабарлайды. Ал Колбиннің шығуға ниеті болмаған айдан анық. Ақырында алаңға Назарбаев пен жоғарғы кеңес төрағасы Саламат Мұқашевты жібереді. Жиналғандар оларға бей-жай қарады. Адамдар алаңнан кеткісі келмеді. Бірнеше наразылық білдіруші мінберге көтерілгісі келгенде полиция оларды ұстап әкетті. Бұл шиеленістің күшеюіне түрткі болып, жиналғандар тұтқындарды босатуды талап етті. Милиция бұл талаптан бас тартып, қақтығыс басталды. Бірнеше сағаттан кейін милиция арнайы жасақтың қолдауымен наразылық білдірушілерді алаңнан ығыстырып шығарды. 17 желтоқсан күні кешке қарай Алматыда 8000 милиция мен сарбаз жұмылдырылып, халық жасағы жасақталды.
Куәгерлер қарусыз наразылыққа шыққандарды аямай басып жаншығандарын хабарлады. Оларды ұрып соғып, тұтқындап, милиция бөлімшесіне алып кеткен. Бөлімшелер тұтқындарға толып кеткен кезде адамдарды қаланың сыртына апарып, иен далаға тастап кеткен. Артынша наразылық шарасына қатысушылар ғана емес, жақындарын іздеуге шыққан олардың туыстары мен достары да ұсталды. 18 желтоқсанда халық қайтадан көшеге жиналып, алаңға қарай жылжи бастады. Ол кезде полиция мен арнайы жасақтардың саны 19 000 адамға жетті. Наразылармен қақтығыс одан сайын шиеленісе түсті. Ресми мәлімет бойынша 2000-нан астам адам ұсталған. Бірақ ақын, қоғам қайраткері Мұхтар Шахановтың сөзінше, ұсталғандардың саны 3-4 есе көп болған. 56 адам ауруханаға жеткізілген. Түрлі ақпарат көздеріне сүйенсек, шерулерге бірнеше мыңнан бірнеше ондаған мыңға дейін адам қатысқан. Алматыдағы жастардың наразылығы туралы ақпарат басқа қалаларға жеткенде, студенттер ынтымақтың белгісі ретінде Талдықорған, Шымкент, Жезқазған, Арқалық, Қарағанды, Өскемен, Көкшетау және Павлодар көшелеріне шықты. Шелікбаевтың жазуынша, жалпы есепте 19 желтоқсан мен 25 желтоқсан аралығында Қазақстанның әртүрлі қалаларында 2000-ға жуық адам наразылық шеруіне шыққан. Олардың 281-і ұсталған. Алматыда ресми мәлімет бойынша 5 адам қаза тапты. Ербол Спатаев пен Сергей Савицкий өлтірілген. Сабира Мұхамеджанова алған жарақатынан қайтыс болды. 16 жастағы Ләззат Асанова өз-өзіне қол жұмсады. Қайрат Рысқұлбеков камерасында асулы тұрған күйінде табылған. Алайда наразылыққа қатысқан басқа адамдардың тағдыры белгісіз және зерттелмеген. Желтоқсан оқиғасының зардабы ұзаққа созылды. Университеттерде қуғын сүргін басталып, қызметкерлерді жұмыстан босатып, студенттерді оқудан шығарды. Бұл жүздеген адамның өмірі мен мансабына әсер етті. 99 адам бас бостандығынан айырылса, 4 жыл ішінде олардың жартысы ғана ақталды. Наразылық шерулерінен зардап шеккендер қатты күйзеліп, көмек сұрамады, әділет іздеуге де тырыспады. Өйткені бұл олардың өмірі мен бостандығына қауіп төндіретін еді. Көтеріліске шыққандарды мас күнемдер мен нашақорлар деп атады. Бұл биліктің кез келген наразылықты қаралаудағы айтулы тәсілі. Артынша оларды ұлтшыл және шовинистер деп айыптады. 1987 және 1988 жылдары желтоқсан оқиғасын қаралау үшін тұтас бір қоғамдық науқан басталды. Оған қоғам қайраткерлері де қатысты. Осы эпизодтың біз сөз еткен басқа наразылықтардан айырмашылығы, желтоқсан оқиғасына қатысушылар тұрмыс жағдайын жақсарту үшін емес, саясатқа, ел өміріне араласу құқығы үшін наразылық білдірді. Желтоқсан бүкіл КСРО бойынша наразылықтар тізбегін бастады. Мәскеу мұны ешқашан еңсере алмады. Ақыры сайып келгенде КСРОның ыдырауын тездетті. Қазақ протест тарихы подкастын дайындауға атсалысқандар. Идея авторы және продюсері Айсұлу Тойшыбек. Орыс және қазақ тілдеріндегі эпизодтарды Аружан Амалова өңдеді. Эпизодтарды бір ортаға жинап, мастеринг жасаған музыкант әрі дыбыс режиссері Константин Кохан. Подкасты көркемдеген суретші Жанел Шахан. Джингл композиторы Асыл Алмаханова. Мәтіндерді қазақшаға аударған Фридрих Шекіртке. Эпизодтарды қазақ тілінде Жанна Қапасова, ал орыс тілінде Айсұлу Тойшыбек дыбыстады. Эпизодтардың басындағы және соңындағы мәтінді Аружан Амалова дыбыстады. Бұл подкаст ақш халықаралық даму агенттігі USAID арқылы Америка халқының жомарт қолдауымен ұйымдастырылды. Подкаст мазмұнына Бұлбұл студиясы жауапты және USAID немесе ақш үкіметі көзқарастарын сипаттамауы мүмкін.